Салем достар, Гүлзаттың каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай тез әрі жылдам жасалатын десерттің түрімен бөлісейін деп тұрмын. Енді жасап көрсеңіздер, өздеріңіз бір емес бірнеше рет жасап, қонақтарға болсын, үйдегі балаларыңызға болсын, ылғи жасап беретін боласыздар. Сондықтан мен қазір көрсетейін деп тұрмын. Бізге осындай үлкен 2 жасыл алмамыз қажет. Алмамыздың сыртын ашып, тазалап аламыз. 4 бананымызды алдық. Бұны да сақтап тұраймыз. Және бізге 20% осындай қаймақ. Енді көз мөлшерімен қосамыз. Қазір қарап отырасыздар видеодан. Және бізге осындай 8-5% сгущенкамыз керек. Қоюлатылған сүт дейміз. Енді бұларды біз дайындап алдық. Енді қазір құр қосамыз. Ең бірінші бізге алмамыздың сыртын ашып алуымыз қажет. Осылай алманың сыртын барлығын тазалап ашып аламыз. Видеоға түсірердің алдында жуып алдым. Енді барлығын ашып аламыз. Менің каналымда тез дайындалатын тағамдар өте көп. Сондықтан каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Жасап көргеннен кейін міндетті түрде жазыңыздар. Сіздерге ұнады ма, қалай шыққан? Міне осылай барлығын ашып алдық. Тұйық қалмай желініп қалады ғой. Жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Ешқандай қиын емес, алма мен банан ғана. Мен жай сәндік үшін бетіне кішкене жаңғақ пен мандарин салайын деп жатырмын. Енді өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады бетіне. Алма мен, құр банан мен, қаймақ пен қоюлатылған сүтті қоссаңыздар да болады. Міне осылай алдық. Енді ұсақтап тураймыз. Ол үшін біз алманың жан-жағын осылай кесіп аламыз. Екінші алмамызды да осылай турап аламыз. Біз достар ыдысымызды алып алдық. Енді алмамызды осылай ұсақтап турап жатырмыз. Көп заттың қажеті жоқ. Тез әрі жылдам дайындалатын десерттеріміздің бірі. Турап алғаннан кейін араластыра саламыз, болды. Турауға бір 5 минуттай ғана уақыт кететін шығар. Міне достар, мен барлық алманы осылай ұсақ қылдып турап алдым. Енді ыдысымызға салып аламыз. Енді қазір алманы қалай турадық, бананды да дәл солай ұсақтап турап, осы алманың үстіне салатын боламыз. Алмамыздың өзі осындай болды. Енді бананды турап салатын боламыз. Жан-жағындағы қарайғаны алып тастаймыз. Менің қыздарым жақсы көреді. Өзгертіп, түрлендіріп жасап отырамын. Демалыста әсіресе осындай десерттерді жасағанды жақсы көрем. Бүгін демалыс болғаннан кейін сіздер де балаларыңызға жасап берсін деп түсіріп жатырмын. Бананды да осылай ұсақтап турап алдым. Енді ыдысымызға саламыз. Осылай салып аламыз. Алма, банан, енді қазір қаймағымызбен қоюлатылған сүтімізді қосамыз, болды. Осылай салып алдық. Енді біз қаймағымызды қосамыз, 20%. Енді өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мен осындай 3-4 қасық ас қасығын қостым. Енді
бізге осы қоюлатылған сүтімізді қосамыз. Оны да бір 2 қасық толтырып, және 3 қасық қостым. 4-те қостым. Енді араластырамыз. Барлығын араластырамыз. Сосын ыдысымызға саламыз. Енді сіздерде өздеріңіз білесіздер, қандай ыдысқа салған ыңғайлы. Мен осындай стаканымызды алып алдым. Әдемі көрінсін деп, осылай салып шығамыз. Тез әрі жылдам дайындалатын, турауына ғана уақыт кетеді демесеңіздер, барлығы тез жылдам дайындалады. Міне достар, мен осылай 4 стаканға толтырып салып алдым. Енді сіздерде шағында отыз болатын болса, өздеріңізге қандай ыдыс ыңғайлы, сондай ыдысқа салып, бірнеше 8 түрін ба, 8 ыдысқа салсаңыздар да болады, шағын болса. Енді қазір біз осылай мандариннің біреуін алдық. Енді осылай әсемдеп шығайық. Енді жаңғақтан аздап алып, осылай бетіне сүйіп шығамыз. Өте сақтап турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Міне, осылай салып шығамыз. Кез келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, барлығын тауысып еще сіздерге кәдімгідей жағымды пікір айтып кетеді ғой, сондықтан жасап көріңіздер. Менен барлығы сұрайды, осыны қалай жасайсың деп. Мен де енді көріп жасағаным ғой. Енді достар, дәмін көретін боламыз. Қанекей. Қалай болған? Күшті шыққан. Енді жасап көріңіздер, балаларыңыз сүйсініп жейді. Кез келген қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Не осындай керемет. 5 минутта дайындалады. Енді турауына 5 минут қана уақыт кетеді. Тез арада жылдам дайындалатын десерт түрімен бүгін бөлістім. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.